Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Трансформаторлар айнымалы тоқты бір қысыммен қабылдап, оны басқа қысыммен шығара алады. Осылайша олар электр қуатын үлкен қашықтықтарға тарату тиімділігін арттыру үшін қолданылады. Бұл бейнеде біз 3 фазалы трансформатордың ең қарапайым құрылғысының жұмыс істеу қағидасы мен құрылымын қарастырамыз. Трансформатор жұмысының басты қағидасы электромагниттік индукцияға негізделген. Бұл қағидаға сай, контурмен байланысы бар айнымалы магнитті өріс оның ішінде электр қозғаушы күшін немесе ЭКК туғызады. Мұндай айнымалы магнитті өріске шарғы мен айнымалы ЭКК-ның жүйесі көмегімен оңай қол жеткізуге болады. Өткізгіштен тоқ өткен кезде магнитті өріс түзіледі. Шарғының түсетін магнитті өрісі суретте көрсетілгендей болады. Айнымалы тоқтың табиғаты тербелмелі болғандықтан, шарғының магнитті өрісі де тербелетін болады. Бұл магнитті ағын темір магнитті материалдан жасалған магнитті өткізгіштің көмегімен екінші реттік орамамен тиімді байланысуы мүмкін. Аталған айнымалы магнитті өріс электр магнитті индукцияның арқасында екінші реттік орамалдарда ЭКК тудырады. Орамдар тізбектеліп орналасқандықтан, ораушта пайда болған жиынтықты ЭКК әрбір бөлік орамдардағы ЭКК қосындысына тең болады. Бірінші және екінші реттік орама арқылы бір магнитті ағын өткендіктен бірінші ораманың ЭКК мен екінші ораманың ЭКК тең болады. Бірінші реттік орауыштағы орамның ЭКК формулада көрсетілгенде кірістегі кернеуімен өзара байланысты болады. Нәтижесінде екінші реттік орамада пайда болатын ЭКК келесідей түрде көрініс табады. Бұл екінші реттік орамадағы орам санын бірінші орамдағы қарағанда азайту арқылы кернеуді төмендетуге болатынын білдіреді. Және керісінше кернеуді арттыруға да болады. Алайда энергияның сақталу заңы бойынша бірінші және екінші тоқтар келесі тәуелділікке бағынуы тиіс. 3 фазалы трансформаторларда 3 бірдей бір фазалы трансформатор алмасады. Алайда олардың орама құрылғылары сәл өзгеше болады. Бұл жағдайда бірінші және екінші реттік орама шоғырланып орналасқан. Үш фазалы трансформаторда тағы 2 жұп осындай орамалар қолданылады. Жоғары қуатты трансформаторларда әдетте дискілі орама деп аталатын арнайы орамалар қолданылды. Оларда бөлек дискілік орамалар ішкі және сыртқы өткелдер көмегімен кезектесіп біріктірілген. Кернеу төмен орамалар 3 бұрыш үлгісімен, ал кернеуі жоғары орамалар жұлдыз үлгісімен жалғанады. Осылайша, сызықты кернеу қосымша жоғары кернеу жақтағы үшеуінен квадрат түбіріне көбейтіледі. Сондай-ақ бұл 3 фазалы көтеруші трансформатордан 4 сыртқа шығарылатын өткізгішті таратуға болатынын білдіреді. 3 фазалы және бірі бейтарап. Электр энергиясын бұру үшін жоғары кернеулі оқшауланған сыртқа шығарылатын өткізгіштер қажет. Трансформатордың магнит өткізгіші жұқа оқшауланған болат тілімшелерден жасалуы мүмкін. Осындай болат тілікшелер көрсетілгендей 3 фазалы білік құрылу үшін бірге топталады.